Муслимден жеткен хадисте Умар аль-Хаттаб радиаллаху анху былай деген: бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына бір тұтқындар әкелінді. Сол тұтқындардың арасында бір нәрсе іздеп жүрген әйел бар еді. Сол әйел тұтқындардың арасынан бір нәрестені көрген кезде оны қолына алды да құшағына басып емізе бастады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге қарап: бұл әйел өз баласын отқа тастай алады ма деп сұрады. Сонда біз: я Расулулла, Аллахпен ант етейік, анасы баласын отқа тастау мүмкін емес дедік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алланың пенделеріне деген мейірімділігі бұл әйелдің баласына деген мейірімділігінен де артық деп айтты.